Гормондарыңыз бұзылып жатыр ма? Мына белгілерді абайлап оқыңыз. Бір кезде жай ұйқысыздық, салмақ қосу, немесе күйзеліске ұқсас белгілер болып көрінген нәрсе сіз ойлағаннан әлдеқайда күрделі болуы мүмкін. Бұл гормоналдық бұзылыстың айқын белгілері болуы мүмкін. Егер денеңіз өзіңізге бағынбай кеткендей сезілсе, онда бұл видеоны соңына дейін көріңіз, сіздің өміріңізді өзгертетін ақпарат бар. Гормоналдық бұзылыстың себептері мен белгілері шынайы, ғылыми негізде ұзақ жазылған. Гормоналдық бұзылыс дегеніміз не? Адам ағзасында ендіру бездері, эндокриндік жүйе арқылы бөлінетін гормондар бүкіл жүйені реттейді. Ұйқы, ас қорыту, салмақ, көңіл-күй, жыныстық қызмет, зат алмасу бәрі гормондарға тікелей байланысты. Бұл жүйенің бұзылуы өмір сапасын күрт төмендетеді. Негізгі себептері: бірінші, ұйқы режимінің бұзылуы, түнгі ұйқы 4 сағаттан аз болу, мелатонин мен кортизол деңгейін бұзады. Екінші, созылмалы күйзеліс, кортизол шамадан тыс бөлініп, қалқанша безіне әсер етеді. Үшінші, жоғары көмірсулы тағамдарды көп тұтыну, инсулин резистенттілігі мен эстроген тепе теңдігін бұзады. Төртінші, қалқанша безінің аурулары, мысалы, гипотиреоз әйелдердің 90%-ында байқалады. Бесінші, жүктілік, босанудан кейінгі кезең, менопауза, бұл кезде гормондар шектен тыс ауытқиды. Белгілері: үнемі шаршау, қуаттың жетпеуі, салмақтың күрт артуы немесе төмендеуі, тітіркенгіштік, көз жасы тез келуі, ұйқысыздық немесе үнемі ұйқышылдық, бет терісінің өзгеруі, безеу, бөртпе. Әйелдерде етеккірдің бұзылуы, ерлерде тестостеронның төмендеуі, шаш түсуі немесе сиреуі, құштарлықтың төмендеуі. Қалай анықтауға болады? Ауруды нақты анықтау үшін эндокринолог дәрігерге қаралып, мынадай гормондарға талдау тапсыру қажет. Қалқанша без гормондары: ТК 4-3. Әйелдерге эстроген, прогестерон. Ерлерге тестостерон. Барлығына инсулин, кортизол, пролактин. Емі және қалпына келтіру жолдары: бірінші, дұрыс ұйқы тәртібі, түнгі сағат 23:00-ге дейін ұйықтап қалу. Екінші, қант пен фастфудтан бас тарту, ақуыз бен пайдалы майлар көп тағамдар ішу. Үшінші, физикалық белсенділік, ең болмаса күніне 30 минут жүру. Төртінші, бауыр мен ішектің тазалығына мән беру, олар гормондарды өңдеуге қатысады. Бесінші, дәрігер жазып берген гормондық терапияны нақты орындау. Алтыншы, стрессті азайту, медитация, тыныс алу жаттығулары, хобби. Қорытынды: гормондар көзге көрінбейтін, бірақ сіздің өміріңізді толықтай басқаратын күш. Егер бұл белгілерді өзіңізден байқасаңыз, бей-жай қарамаңыз. Ерте емделсе, оңай қалпына келеді. Денеңізді тыңдаңыз.